Амансыздар ма? Бұл жаса менің хабарым. Елбасымыз жуырда өз айтқандай, бұрын соңды болмаған халықтың, биліктің психологиясын өзгертетін жаңа бағдарлама жасалды. Ұлт мақсаты 100 нақты қадам. Бағдарламаның мақсаты айқын. Елімізді 30 елдің қатарына қосып, дамушы этаптан өтіп, дамыған елдер қатарына қосу. Құжаттың өн бойында болашаққа деген ұмтылыс айқын көрінеді. Ұмтылып қана қоймай, 30 дамыған ел қатарына қосылуға деген мақсат қойылған. Осылайша алдағы уақыттағы мемлекеттің түрлі салаларындағы 100 нақты қадамы айқындалған. 100 нақты қадам елімізде 2050 стратегиясын жүзеге асыру мен мемлекеттілігімізді нығайтуға, жолдан адаспай күрделі кезеңмен сенімді өтуге жағдай туғызатын беріктік қорын жасап беретін жол бастаушы. Бағдарламалық құжаттың бірінші қадамы мемлекеттік қабылдау рәсімдерін жаңғырту мәселелеріне арналған. Нақты айтатын болсақ, мемлекеттік қызметке қабылдау рәсімдерін жаңғырту, мемлекеттік қызметке қабылдау төменгі лауазымдардан басталуы тиіс делінген. Бұл қызметкерлерге мемлекет тарапынан жасалынатын қолдау жеткіліксіз болатын. Енді алдағы уақытта оларға жағдай жасалып, сәйкесінше талап та күшейтіледі. Талап демекші бұрынғыдай ерінбеген мемлекет қызметкері болады деген сөзді жоққа шығарып, қызметке тек таланты мен қабілеті жетерлік кадрлар іріктеледі. Іріктелген жерде бәсеке пайда болатыны айтпаса да түсінікті. Қабылдау ең төменгі лауазымдардан басталады. Бұған дейін елбасымыз бірнеше рет өмір көрмей тәжірибе жинақтамаған жап-жас қыз-жігіттердің бір мекеме басшысы болып шыға келетініне наразылығын білдірген еді. Жаңа жоба бойынша тек тәжірибеден өтіп, лауазымдық қызметтің барлық сатысынан сүрінбей өткен қызметкер ғана басшылық креслоға қол жеткізетін болады. Осы 2000 жылдан бері мемлекеттік қызмет саласында көптеген реформа болды. Сол реформаның негізгі мақсаты мемлекеттік қызметке тек қана кәсіби, өзінің білім өте жоғары, соңген айту керек, іскерлік жағынан мықты азаматтар жұмысқа кіру мәселесі осы 15 жылдың ішінде қарастырылған. Дәл осы Нұржан Нұржігітов 19 жылдан бері мемлекеттік қызметтің ащы тұщысын көріп келе жатқан басшы. Бір күнде мынадай кабинетпен креслоға ие бола қойған жоқ. Жуалы ауданында механик, инженер ретінде еңбек жолын бастаған. Біртіндеп аудандық ауыл шаруашылығы бөлімінің бас маманы, кейінірек облыстық деңгейдегі қызметтерді атқарған. Сондықтан мемлекеттік қызметкердің төменгі лауазымдардан бастауы тиіс деген пікірді қолдайды. 100 қадам ұлттық жоспарында ең бірінші 15 қадам осы мемлекеттік қызмет саласына қайтадан байланысты болып отыр. Себебі бүгінгі күні мемлекеттік қызмет саласында да көптеген негізгі шешуші өзі бір күш болып тұрған соң, негізгі сол реформа жүру керек деп ойлаймын. Себебі бүгінгі күні экономиканың дамуына, соңген азаматтардың, жалпы азаматтардың әл-ауқатын көтеру мәселесіне келетін болсақ, сол жерде мемлекеттік қызметшінің өзінің жұмыс ретімен, өзі жұмыс мәселесімен өзі үлес өте үлкен деп ойлаймын. Екінші қадам. Төменгі лауазымдарға кандидаттарды реттеу және одан әрі лауазымдық өсу, іскерлік қасиеттер негізінде жүзеге асырылуы тиіс. Гүлназ Смағұлова 2002 жылы осы мекеменің қарапайым хатшылығына қабылданған. Содан бері сатылай өсіп, қазіргі кезде бөлім басшысы деңгейіне дейін көтерілді. Маңызы мемлекеттік қызметшілердің функциялары маңызы кішкене зор болды деп ойлаймын. Және өзім сезінем оны. Жауапкершілік артады және мемлекеттік қызметтің өзінің деңгейі көтерілуде деп ойлаймын. 35 жасар маман Гүлназ Смағұлова бар қажыр қайратын мемлекеттік қызметке арнап келеді. Сондықтан кадр іріктеу, сынақтан өткізу, жалақыны маңдайы терлегендерге ғана беру сынды соңғы өзгерістер алдағы уақытта жемісін беретіндігіне сенімді. Өтетін бір маңызды қадамы менің ойымша, мемлекеттік қызметке
алғаш рет қабылданған азаматтар төменгі, яғни орындаушылық санатынан бастауы тиіс. Ол дегеніміз мына мемлекеттік қызметке кірерде қызметтік сатына кішкене жоғарылаған кезде, жаңа әр мемлекеттік қызметші жоғарылайды, сол төменгі лауазымнан бастаған адам қызметші, мен ойлаймын, өте тиянақты, өте өзінің функционалдық міндеттерін біле тұра жұмысын атқарады деп ойлаймын. Үшінші қадам. Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызмет және жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің рөлін арттыру есебінен мемлекеттік қызметке алғаш рет қабылданушыларды іріктеу рәсімін орталықтандыру, 3 сатылы іріктеу жүйесін енгізу. Айтпасқа болмас. Департамент мамандарының сөзіне қарағанда, осы кезге дейін қызметке қабылдану үшін тапсырылатын тесттен 10 адамның 6-ауы ғана өтетін. Өзгелері сауатсыздық кесірінен лауазымдық сынақтың ең төменгі сатысынан құлап қалатын. Талап тағы да күшейтілсе, мемлекет пен халық арасындағы адамдардың этикасы да, сауаты да жоғарылайтындығына мұндағы мамандар сенімді. 38% непрохождения тестирования – это, естественно, неподготовка самого человека. Тестілеуге қатысатындардың 38%-ның өте алмауының себебі сол адамның дайындықсыз келуі. Менің ойымша, Қазақстан Республикасының заңдарын оқу мен жаттау аса қиын шаруа емес. Тестілеу орталықтарында ақылы курстар бар. Кез келген адам сонда барып, біліктілігін көтере алады. Дайындықпен келгендер тестілеуден сүрінбей өте алады. Где проходит тестирование, есть платные курсы. Төртінші қадам. 3+3 формуласы бойынша мемлекеттік қызметке бірінші рет қабылданушылар үшін міндетті түрде сынақ мерзімі. Тиісінше 3 айдан кейін және 6 айдан кейін сәйкестілікті межелік бақылау. Негізгі бірінші рет жұмысқа қабылдаған мемлекеттік қызметшілерге жұмыс өзінің мекеменің басшысының шешімімен сынақ мерзімі орналасуы мүмкін. Енді қазіргі мынау жоспарда айтылған бүгінгі 3+3 деген формуласы бойынша енді тағы айту керек, өзінің бір ерекшелігі бар мемлекеттік қызметте жұмыс істеу. Сондықтан азамат осы ерекшеліктерге үйрену үшін біраз уақыт керек оған. Сондықтан ойлаймын, мынау 3 ай жеткіліксіз деп, соны 6 айға дейін созып отыр. 5-ші қадам. Мемлекеттік қызметкерлердің жалақысын қызметінің нәтижесіне байланысты өсіру. 6-ші қадам. Еңбек ақыны нәтиже бойынша төлеуге көшу. Мемлекеттік қызметкерлер үшін жеке жылдық жоспарды орындау. Мемлекеттік органдар үшін стратегиялық жоспарларды орындау. Министрлер мен әкімдер үшін мемлекеттік қызмет сапасының арнаулы индикаторлары, өмір сапасы, инвестиция тарту. Үкімет мүшелері үшін интегралдық макроэкономикалық индикаторлар. Мемлекеттік қызметкерлердің артылған міндеттерінің көптігіне қарамастан жалақысы өте төмен болатын. Елбасымыз жалақы жайын талай сөз еткен еді. Дегенмен ендігі жерде жалақы өсетін болады. Бірақ барлық қызметкерлердікі емес. Қызметінің нәтижесіне қарай, немесе бір жылда атқарылған жұмыстарының нәтижесіне сай қосымша жалақы белгіленеді. Бұл бұрынғыдай бір кабинеттегі 4 басшы мен бір орындаушы күнінің келмеске кеткендігін көрсетеді. Енді әрбір адам қалай еңбек етсе, жалақысы да соған сай болады. Осы өзгеріс жалақым аз деп шағым жасаушылардың қатарын азайтатын болады дейді мемлекеттік қызметкерлердің өздері. Кейбір үлкен мекемелерде, мысалы, бір қызметкер жұмысын жақсы істейді, бір қызметкер тек қана мысалы жұмысқа 9-да келіп 7-де кетеді. Осыған байланысты 2013 жыл заңға көптеген өзгерістер енгізілді, мемлекеттік қызмет туралы заңға. Осы 2 жыл көлемінде бізде осы республика деңгейінде мемлекеттік қызметшілер арасында жұмыс тиімділігіне бағалау жұмыстары жүргізіліп жатыр. Негізгі осы бағалау жұмыстары өзінің әсерін тигізеді деп ойлаймын. Біз осы бір 2-3 жылдан кейін соның нәтижесін көреміз деймін. Себебі оны айту керек, бағалау жұмыстарының ішінде екінші ол айнымалы бағалау. Ол дегеніміз әріптестер анонимді түрде өзінің әріптесін бағалайды. 3 бағыты бойынша. Сонда жаңағы жұмыс істемейтін азаматты мысалы объективті түрде бағаласа, онда сол азаматтың ертең ол бағасын көрген сайын, мысалы төмен баға болса, ол жақсы жұмыс істеуге тырысады деп
өзім ойлаймын. 20 ғасырдың басында Жүсіпбек Аймауытов қазақта аюдай ақырған басшы табудан оңай нәрсе жоқ. Тек ерінбей, жалықпай, істіндіратын, көнбіс, табанды қызметкер табудан қиын нәрсе жоқ деген екен. Осыдан ақ қай заманда да елім дегенде, адалдық дегенде жүрегін суырып берер мемлекеттік қызметкерлерге деген сұраныстың жоғары болғанын көруге болады. Тек осы сүзгіден өткен, сүрінбей өткен ұрпақ қана алға қарай дами алады. 7-ші қадам. Мемлекеттік қызметкерлердің лауазымдық еңбекақыларына өңірлік үйлестіру коэффициенттерін қосу. Бұл көпшіліктің көптен бері күткен жаңалығы еді. Қазіргі кезде еліміздің солтүстігі болсын, я оңтүстігі болсын, бәрі де бірдей жалақы алады. Алдағы уақытта мемлекеттік қызметкерлердің тұратын аймағына қарай өңірлік үйлестіру коэффициенттері қосылатын болады. Мысалы, қысы 6 айға созылатын солтүстік тұрғындарының күнделікті тұрмыстағы шығыны оңтүстікке қарағанда көбірек болады. Сондықтан еңбекақы алғанда осы ерекшеліктерді ескеріліп, соған сай төленеді. Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың ұзақ толғаныстан туған 5 саяси реформасы негізгі заман талабына сай келетін үлкен бағдарлама. Әлем алдында өзін орнықтыру үшін, экономикасын қалыптасқан мемлекет ретінде таныстыру үшін бұл біздің алдағы уақыттағы басты темірқазыққа айналатын анық. Елбасымыздың жаңа бағдарламасы туралы 15 минуттық бұл хабарға сыйғыза алмас едік. Сондықтан да алдағы хабарларымызда осы туралы тағы да толығырақ тоқталатын боламыз. Ал бүгінге осы, сау болыңыздар. Қазаны қара қайнаған елім, ту тігіп таңба байлаған елім, бөліске салмай дархан даланы жасампаз ұлтқа айналған елім, бөрілі байрақ биік ұстаған, жебелі садақ иіп ұстаған, тұлпарын мініп тұран даланың намысын бойға жиып ұстаған, намысы қолдан кетпеген елім, өзекке ұлын теппеген елім, текті бабаның тегін түгендеп, ертеңгі күнге беттеген елім, тар жолда талай басып өткерген, қайғыда болған қасіретпенен, бабамның қаны тамған бұл жерде, тәңірім текке нәсіп етпеген, ұлт болып ұлы атанған елім, қалмасын көшің қатардан елім, сайын даланың сардар мінезді, қайсар рухы бар қаһарман елім.